Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздермен мен мына бауырдан жасалатын өте керемет тағамды жасағым келіп тұр. Бауыр мен сәбіз қосылып жасалатын бұл таңсық емес. Жұрттың бәрі бұны жасап жүр, сіздер де жасап жүрсіздер. Бірақ мен осы басқалай түрін көрсеткім келіп тұр. Міне осы сізбен біз болып осы керемет тағамды, дәмді тағамды жасап көрейік. Керемет тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Бізге мына бауыр керек. Біз сиырдың бауырын алдық, оны турап қойдым. Қазір ерттатқыштан өткізуіміз керек. Сосын мынау сәбіз, екі сәбіз, екі пиязды алдық. Бұны екеуін күштен өткізіп, әдемілеп қуырып алу керек. Сосын мына мән тағы бар. Стакан толмаған сүт бар. Қазір енді мына бауырды ерттатқыштан өткізіп алайық. Міне әдемілеп бауырды тұзын су бұрышын салып әдемілеп ерттатқыштан өткізіп қойдық. Енді осыған бізге мән ұнтағын салуымыз керек. Ол көтерілу үшін салқын жерге қойылу керек. Оған енді біз бір стакан толмайтындай сүт құюымыз керек. Енді осы массаның бәрін әдемілеп араластырып салқын жерге қойып қоюымыз керек. Ол екі ортада біз мына сәбізді үккіштен өткізуіміз керек. Әдемілеп сөйтіп қуырып бетіне салатын. Қараңыз, мынандай масса болды. Қазір енді бұны тоңазытқышқа салып әдемілеп 1 сағат ана мән ұнтағы көтерілгенше тұру керек. Енді сол екі ортада бүкіл үккіштен өткізілген сәбізбен туралған пиязымызды әдемілеп қуырып жатырмыз. Сонымен қуырсаңыз болды. Сосын су тұра берсін. Бауырыңыз дайын болған кезде ары қарай жалғастырамыз. Міне қуырылған пиязымыз бен сәбізді жартысын астына тастаңыз да, жартысын қазір бетіне саламыз. Әдемілеп. Бұл өте майсыз тағам болайын деп тұр, себебі біз мына пияз бен сәбізге 1 қасық май қостық. Мына бауырға май қоспадық. Екіншісі мына бауыр. Бауырды өзі көз есімен екіге бөлесіз. Сөйтіп саласыз. Бұл 1 сағаттай тұрды тоңазытқышта. Енді қазір көреміз. Бауырда май жоқ, салынбаған. Оны қалай жесеңіз де жей бересіз. Кейбіреу осы бауырдың арасына майонез, қаймақ қосып жатады. Мен ештеңе қоспадым, майсыз болсын деген оймен. Енді осыған қазір осының бетіне келесі тағы да сәбіз салуымыз керек. Ол сәбізді салу үшін біз мынау сондай кілкілдеп тұрған нәрсе, оның бетіне сәбізді қасықпен сала алмайсыз, сондықтан қолмен ғана саласыз. Кейбіреу ойлайды, қолыңызды неге тамаққа жақындата алсаңыз, қолыңызбен неге ұстайсыз деп. Қолың тазалап келсең жаным ау, таза ғой қол, қалай ұстасаң да жарасады ғой. Сөйтіп сөкпеңіздер, себебі бұл жерде қолмен салмаса басқа амал жоқ. Қолмен саласыздағы, кетіп үстін жайлап тегістейсіз. Мына бесағамен әдемілеп тегістейсіз болды. Себебі астындағы масса кілкілдеп тұр. Сондықтан тек қана осылай ғана жасай аласыз. Басқа амал жоқ. Бір келке болып салыну керек. Бауырды біз жеуіміз керек. Бауыр деген өте пайдалы ағзаға. Енді қалған бауырды сала бересіз. Қалған сұйықтығыңызды
бетіне. Сөйтіп қазір қызып тұрған табаға духовкаға барады дағы. Духовкада бір 40 минут бола ма, 50 минут бола ма, қазір көреміз. Бұның бетіне де қазір майонез сеуіп жатады. Мен майонез салғым келмей тұр. Мен қазір ол жақындап, пісуге жақындаған кезде кішкентай 50 грамм сүзбені, ірімшікті, сиыр дейді ғой, соны жүркін өткізіп салып жіберем. Сонда керемет тағам болады. Міне, енді осымен духовка пешке барады. Міне, духовкада 50 минут тұрды. 10 минут қалғанда бетіне ірімшігін әдемілеп сеуіп жібердім. Сырын енді мына шпажкамен, таяқпен тексеріп көріп жатырмыз. Іші сулы емес, асты да піскен. Енді бұны күтуіміз керек. 1 сағаттай суып, сол суыған кезде кесеміз. Міне, әдемілеп пештен шығардық. Ол суыды 1 сағаттай көркемдеп жатырмыз. Оны кесіп жатырмыз. Қазір міне әдемілеп, қазір кескендегі түрін көруіміз керек. Қандай болды? Алып көрейік. Міне көріңіз, қандай керемет болып шыққан. Міне осылай қалай береміз. Міне қараңыз, қандай әдемі болып шыққан. Мынау ішінде сәбізі де, бауырлары да екі қатар піскен. Бетіндегісі бар. Міне көріңіз, керемет дәмді тағам. Осылай жасап көріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрген шығарсыздар, мен оған сенімдімін. Енді осы әдісті де көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар, ойларыңызды білдіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.